өзгөрмөпсүз го, я? Жаккан сыяктуу го сизге. Ана, молдеге бир мен сизди ойлагам го, бир оюу бар, Айдакардын сүрөтү бар, нардыма бирдеңе алып чыгат депчи. Сон коюп өзүңүздүн чыга салганыңызды айтам да. Сол жакта нерселер соокта калсын дедим апага. Жок, сонда да бир нардыга оксойтын, айтор бирөөлөр кур кол чыкпайды го, айтам. Акпеп атады го. Сондай бирдеңе. Нардыга келдим десе, мага эми. Жок, молдеге, сиз өзүңүзгө келдим го, молдеге. Bir şaşkıma yok be sonunda da. Ana içinde paşi iştenge yok kom oldu ki. Айдосжан, елге қош келдің. Бұл ауылда, білесің, жастар арасында төбелес, ұрлық. Бұның бәріне тоқтам жасайтын Мейрамхан деген ақсақал бар. Соған мынау елдің бір шамасы тоқтайды. Ата мен жақсы тұрып алды десеңіз сондай. Оның зияны жоқ. Түсінікті. Бұл ауылда зияны келтіретін негізі алғаштар ма, ұрылар ма? Екеуі де емес. Жақып. Жақып? Жақып деген өз бір спорт шебері бар. Байлығы да жетеді. Бірақ тек қара басын ойлап қалған тәкаппар жігіт. Мейрамхан атаға да тоқтамай ма сонда? Әр кезде әр қалай. Түсінікті. Бұл ауыл сол Мейрамхан атаның аясында құрылған екен онда, Жоқ. Бұл жерде Пақыр мен Молдеке бар. Молдекең мен Пақыр? Олар кім? Енді молдеге, бәрібір шыныңызды айтыңызшы. Пақыр ініңіз сағындыңыз ба? Ауылды сағындым, Пақыр, ауылды. Жоқ енді, одан бөлек мені деп атырмын да. Енді сен сол ауылды ішіндесің ғой енді. Бірақ ауылдың полный ішіндегілерімен қосып та, Иә. Бірақ ана Төлеген Айбергеновтың өлеңіндегідей сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мен дейме екен қараған. Шын інім болсаң, дес берме жаным, өсекпен ғайбатқа бораған. Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен, Пақыр, сағынышмен есептеді. Сағындым. Бүлдіршіндер, қалдар қалай. Сен күлген, сен үлкенсің, өсіп кеткенсің. Апшу берш. Яламады. Ялмай, ойбай, апшу бер дейбі. Яламады. Қой, ялма. Түгі жоғыны, апшу берш. Яламады. Апшу бер деймі. Сізге өрден қайтайын ба? Айтшы. Мен қызым ғой. Ойбай. Кейін кезде тура түспей қалатын дедім. Жүрістерің жаман емес. Жол болсын, қайда барасыңдар? Шаруаң қанша оңда сенің? Саған вообще сөйлеп тұрған жоқ. Жеңіс. Не дейсің? Жігіттер, қойыңдаршы. Әсел, жүрші. Жайма сенікі. Жібер қыздың қолын. Мақсат, сен мақсатың не? Менің мақсатым жеңіс. Жеңіс тілеймін онда. Бірақ мақсат ескертіп қояйын. Тағы да мен жолыма түсетін болсаң, айтпады деме.
Осы нәрсені екеуміз ақ еркекше шешіп алайық, Жеңіс. Болды онда бүгін кешке Қайда? каналдың жағасында. Асыға күтем. Мен. Әсел. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкумассалам. Балам, мынандай жеп көріп пе едің? Ой, талай жеді хон бала кезде. Айтпақшы ана, жердің госактілері табылмай жатыр ата. Табылар. Онсыз болмай ма екен? Болмай деген осы. Мемлекетке тіркеп қойған, бірақ дәлдейтін құжаттары жоқ та. Жарайды. Халық тыныш па? Қазірше тыныш. Жақып келген кеше. Мақұл. Сұрамайсыз ба, не үшін келген Жақыптың? Маған қатысы жоқ нәрсені не деп сұрайын мен? Сол қатысы болып қалады ау сізге. Уақыт көрсетер енді, көреміз ғой. Арт таза емес та Жақыптың. Сасық па? Иә, сасы бар. Сол сізден, Молдекеңнен ұялғанына үндемей жүрмін. Әйтпесе кеше артынан 15 арыз кеп түскен Жақып. Шөптің басы қимылдамайды дейді, жел тұрмаса. Жай көреміз да, уақыт көрсетер деп жатырмын ғой. Асқақтап кетті ғой. Айтпақшы бүгін Молдекең шығатын күні ғой. Жақсы азамат еді. Отырып шықты ғой, жазықсыздан жазықсыз. Бүкіл ауыл білді ғой кісінің жазықсыз екен. Өмір ғой. Жақсы ата. Мейлі. Саған бар ғой бір жаңа өмір бастау керек. Жаңа өмір бастау үшін ескісін өшіру керек болып тұр ғой. Енді өшіру керек. Енді оны өшіре салайын десең, санаға, жүрекке сіңіп қалған нәрселерді қоя салуға да бір ожданым жібермей жатыр да, ар жақтан бір намыс жібермей жатыр. Үндемей. Молдабай, сен бар ғой бұл жалған дүниеден шындықты іздемей ақ қойшы, қайтесің оны? Иә, шындықтың жоқ екеніне көзім жаттар еді, шыны керек. Енді не істемек ойын бар? Мен не істеймін? Енді ауылда жүреміз, осы әптен сағасына белі бүгілген адалдық пен әділдіктің жырын жырлап өлелгенше. Байқашы әйтеуір. Байқайын. Молдабай, мен сенің бар ғой тағы да отырғаны қаламайым. Мен де әреке. Мен де отырғым келмейді қайтып. Жет өлше бір кез. Асығыстықпен ештеңе шешім қабылдама. Алла разы болсын әреке сізге. Сіз болмағанда бекерден бекер 15 жыл отырып шығатын едім да. Ұмытпаймын жақсылығыңызды. Шүкіріңді Аллаға айт, Молдабай. Айтам. Тоқтатпа. Мақұл әреке. Тек қана шүкірің ауызбен ғана болып қалмаса болды айтар. Ассалаумалейкум, Кузя. Как ты? Ничего страшного, как сам? Потихоньку. Это хотел сказать. Я қойшы сен түріңе вообще жарасып тұрған жоқ. Қазақша сөйлей берші. Ой, несі бар? Грамотно сөйлеп жатырмын ғой. Жонка, қойшы деймін саған. Қойшы. Көре алмайсыңдар ғой, мен Хорватияда сыл шеткем ғой мен. Хорватиясы несі? Или Хорватия СССРда болмады. Ешқашан. Белоруссияда. Жоқ, тоқташы кетпеді. Сен бірінші нақты біліп болса, қай жаққа барғаныңды? Кімнен? Барғандардан. Жол болсын.
Жол болып тұр ғой қазірше. Мен байқаймын, алдынан шыққан нәрсені бәрін жеп келатқан сияқтысың ғой, ә? Енді көз көріп тұрғаннан кейін басып өтіп алмаймын ғой, дұрыс па? Обал деген нәрсе болады. Оның үстіне сүріп қойып жеп жүргенде тұрған не бар? Ер азығы жолда деген қазақ. Мақалды тікелей қабылдайды екенсің сен, ә? Сенші сен біреу арқылы қабылдайсың мені. Бопты. Мақыл, жүр. Өзі, ау, айтпақшы, ет келсе айтшы бүгін. Не деп? Ет келді деп, та? Бопты. Жөнка! Ау! Ет келді. Уже мане, ет кеше ек қоған. Тура сен сияқты сиырдың еттері келді. Аласың ба? Берші на бір айдап көрейін. Асықсың. Берші. Берші, не от? Аяғын көрейік те бір. Жақ боласың. Қаның келсеп өтін, есің көрейін. Қаның келсеп өткен біліп тұрмын саған. Ұзап кетті, баратын жерді. Ерекше бесіп өтпеген жоқпын ғой. Айдап көрейік деп атық. Ұзап кетті. Қайта ана жердің өу. Көзе асығысың өу. Көзе. Ауылдағылар шулап жатыр жақ. Мені көрсе болды, ана көкең айт. Соттаймыз деп. Не дей береді маған олар? Менде нелер кетті олардың? Мен өзімнің еткен еңбегімнің жемісінің ақысы ғой сол мен алып отқанның барлығы. Сенің еңбегің жеміс ар кетсе 6 гектар, 7 гектар жақ. Өзің де біліп тұрсың оны. Сен не, солардың сөзін сөйлеп мен алма келіп тұрсың ба енді? Солардың сөзін болғанда ақиқаттың ат ақиқат жағы. Адалдық пен әділдікті жақтап тұрмын. Және сенің де сол жаққа өткенді қалап тұрмын. Түсінбейсің деп күйдірдің ғой адамы. Молдабай, сенің маған деген сенің жоғалайын деген екен, ә? Соны мен не айтқым келіп тұр, қысқасын айтшы маған. Айтылатын нәрсенің бәрі айтылып болды ғой жағып. Біз тек жауап күтіп отырмыз. Тек қана жауап сенен. Мендегі әр жердің өзінің құжаттары бар. Қайда? Айда. Түсіндің бе? Анау айда. Жақ, бірақ айтпады деймін. Сен мендегі болдың маған болғай? Не? Не болды? Жақып, мен не үшін отырып шықтым? Мен қайдан білейін? Не үшін отырғанымды? Жақып, егер шындығың болса жүрегіңде, айт. Молдабай, мен не үшін отырып шықтым, Жақып? Оны қазір айтатын уақыт емес деймін. Шералы. Молдабай, Шералы өткен жазда қайтыс болған. Өзінің қорасында асылып өліпті. Бекзат! 14 тәпеш. Нені? 14. Не дейді? Бергеш берей. Әнердің 14 алшы. Қай жерде ол? Көрші сөйірді. Жоқ қой бұл жерде тәте. Көрсе ол іштен кейін тұрған шығар. Мін. Әкел. Он екі келді, 12. 12 біз. Ол қай жерде? 13-тен алдым. Мін. Абат! Шықсай! Не болды? Әңгіме бар, шықсай. Жұмыс бетіңмен істеп жатсың ба? Шықсай! Абы қалай? Нормально. Несі ма? Бұған көріп тұрш. Себі шығып көте береді, аппаратурасы кетіп қалған ба, педаль қисайып кеткен ба, сеп созылған ба.
Bir dem sap berşi. Дәретің бар ма? Күлген несі? Айтсай дәретің бар ма? Күлген жоқ та. Ары осы дәретсіз жүресің. Енді сенің ішінде түге дәреттен келмейтін шығар? Жалпы өліп қалсаң ертең керек деп отын дәрет. Ой, қарап берші, кішілік некеңді қайын деп отқан жоқсың ғой белсебеттен. Не? Некеңді. Қисам, өзің өтпесін алсың таңыза. Кімге? Белсебетке. Ой, қойшы сен де. Меннен жөндей берем барсын дәретіңді ақыш бер. Қоймай қойсен де дәрет. Мынау тиіп қалың ғой, жоңсен ол. Майысты ғой сол. Сен салмағыңа майысады ғой. Майыспайтын ғой, сен мұшсың. Сен азсай. Не атсыңдар басқа? Ай, мала, сен кім баласы? Сен кім баласы? Сәбиттің. Апшы бер Сәбиттің баласы, кән? Тағы бер, тағы берші, кән? Ойбай, мынау бұзықтар, қазірдің балдар бұзық бұзық кәдімгідей, тыңдамайды қазір. Әпші сұрағам ғой, әпші берсін, маған әпші беріп тұрып, соңында маған бергізім. Жарматса болы ма бұлар? Сізге жабысып қалды ма? Ата, абайлаң, сіз берсеңіз талдырып тастайсыз ғой бәрін. Беш бермедіңіз бе бір еден? Қалайын деп тұр ғой бұлар? Бәрі қалайын деп тұр ғой бері жүреді тұрса ата. Қалай сақсаған? Мақсат. Келмедің ғой, ә? Сымырап өтіп жатқан уақыт. Жігіттер, сымырап өтіп жатқан уақыт. Кеше ғана осы жерде жүгіріп ойнап жүрген шибіт бала ек. Бүгін міне ғұмырымыздың жартысынан көбін сүріп қойыппыз, есептеп қараса. Күні кеше ма? Күні кеше бақыр. Күні кеше. Муха емес пе? Муха ғанау? Амандаспай кеткен қалай кетіп болды ға? Ондай жоқ бала еді ғой. Кіші балдардың үлкен адамдармен амандаспай кеткен бір түрлі көрінеді ға, не? Нешін, жаман боқ боласың ба? Жас балдар сәлем бермесе бір түрлі ақ боласың ба? Жібер! Арыстың жағасындан жібер. Хамеге, қалай өлісін кино тартпай қалмай ма? Просто андай серьезный әңгімелер жаман көп болып кетті да. Кішкене андай әзілдер қосып, жеңіл әзілдер, көп күлкі болса деп атым да. Нұрсұлтан, күліп шаршаған жоқсыңдар ма? Бір қазір қысыр сөз, бір алдарты жоқ әңгімелер, бір болмашы күлкілер, ебір мағынасы жоқ, ебір дәмі жоқ күлкілерден шаршаған жоқсыңдар ма? Просмотр аз болып қала ма деп қорқып атырмын да мен. Просмотр аз болғанда ол көп адамның алдында бір қылжақ бастанып, бір еркектік шеңберден шыққанша аз адамның алдында арлы болғаным жақсы маған.
Абай атамыз айтады, Нұрсұлтан, пайда ойлама, ар ойла дейді. Ой, Бақыр. Молдаға, Мейрамхан атаң үй шақырып отыр. Жүріңіз. Қане, бірінші сағат бітті ғой. Біткен Қыса образдан. Біткен не сен, Молдаға? Сен кәдімгі образың ұстап апты ғой сен. Жібермей атыр ғой сол. Не шаруа дейді? Білмеймін, шақырып отыр, жүрсеңізші. Жүз. Бош, Бақыр.